Алдағы уақытта зейнетақы жүйесінде бірқатар өзгерістер орын алмақ. Ол қандай өзгерістер? 2028 жылы жұмыс берушінің зейнетақы жарналары 5%-ға дейін артатын болады. Бұл жұмыспен қамтуға қалай әсер етеді? Президент әлеуметтік және еңбек саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске асыру туралы есепті тыңдады. Еңбек және әлеуметтік қамту министрі Светлана Жақыпова жұмыспен қамтуды ынталандыру шараларын атап өтті. Бүгінгі таңда 2029 жылға дейінгі жұмыспен қамту жоспарының 83% орындалды. 5 жыл ішінде 2,7 миллион адамға жұмыс орындары берілді. Аймақтық жұмыспен қамту карталары мен жоғары сапалы жұмыс орындарын құру бойынша жыл сайынғы КПИ жүзеге асырылуда. Мемлекет басшысына биылғы жылдың алғашқы 10 айында атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны 30%-ға азайғаны, бұл ресурстарды шынымен мұқтаж жандарға қайта бөлуге мүмкіндік бергені туралы хабарланды. Қазіргі уақытта 285.100 адам осындай көмек алды. Жалпы сомасы 27,1 миллиард теңгеге тең. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа өндірістік жарақаттардың 6,5%-ға және өлім-жітімнің 4,5%-ға төмендегені туралы хабарланды. Ұсынылған ақпаратқа сәйкес 522 мыңнан астам адам әлеуметтік қызметтер порталы арқылы қызмет алған. Ал 27 мың азамат мүгедектерге арналған такси қызметін пайдаланды. Президентке сондай-ақ 2025 жылдан бастап ең төменгі базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-на дейін арттырылғаны, жыл сайынғы индексация инфляцияға сәйкес жүргізіліп жатқаны туралы хабарланды. Сондай-ақ жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі біртіндеп артып, 2028 жылға қарай 5%-ға жететін болады. Жұмыспен қамтылған халықтың 65%-ы жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысады. Сонымен қатар Светлана Жақыпова мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауында көрсетілген тапсырмаларының орындалуы туралы да жан-жақты хабардар етті. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі азаматтарға қолдау көрсету шараларын ұсынуда мақсатты тәсілмен максималды тиімділікті қамтамасыз ететін мемлекеттік қызметтерді көрсетудің бірыңғай цифрлық платформасын енгізу бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. Кеңес қорытындысы бойынша мемлекет басшысы жұмыспен қамту сапасын жақсартуға, әлеуметтік қолдау процестерін одан әрі цифрландыруға, еңбек тәуекелдерінің алдын алуды күшейтуге, зейнетақы жүйесі мен көші-қон саясатын жетілдіруге бағытталған бірқатар тапсырмалар берді. Сонымен 2028 жылға қарай жұмыс беруші зейнетақы жарналарын 5%-ға дейін аударатын болады.